Қайырлы таң, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Жаңа конституцияның жобасында 9-шы бап 2-ші тармақ президент шешпейді, өз үлесін қоса алады. Арнайы комиссия құрылған, солар дайындайды. егов портал арқылы референдум ашылды, және сол жаққа өз пікіріңізді, наразылығыңызды, талабыңызды қоя аласыз. Сіз құқылысыз. Халықтың талабы, халықтың наразылығы орынсыз қалмайды деген сенімдемін деген менің оқырманымның пікіріне өз үлесімді қосқым келіп отыр. Біздің елде барлық сала президентке бағынады. егов порталыңыз болсын, соттарыңыз болсын, тағысын тағы барлық сала президентке бағынғандықтан соңғы шешімді және басты шешімді президент шығарады. Себебі бізде тәуелсіз сот жоқ, тәуелсіз референдум жоқ, тәуелсіз егов порталы жоқ, барлығы президентке тәуелді. Неге президент тілдің мәртебесі бойынша, қазақ тіліміздің мәртебесі бойынша шешім шығара алмайды? Қасым-Жомарт Кемелұлы 22 жылы елімізге 20 000 террорист келді деген шешім шығара алды, бірақ қазақ тілінің мәртебесі үшін шешім шығара алмайды деген сөз, ол жалған ақпарат. Шешім шығарып, 20 000 террорист келді деп шешім шығарып, стрелять на поражение деген бұйрық бере алған президент қазақ тілінің мәртебесі биік, және қазақ елінде жалғыз тіл, ол ана тілі, қазақ тілі деген бұйрықты шығара алады. Сондықтан халықтың уақытын алуды тоқтатыңыздар. егов портал арқылы жасалынған петициялар, тағысын тағылардың барлығы елеусіз, ескерусіз қалып жатыр. Оған дәлел міне қанша уақыттан бері халықтың қағаз арқылы шағымданған құжаттары және мирный митингтері жүргізілмей жатыр. Сондықтан барлық шешімнің, заңдардың қабылданып жатқан іс-әрекеттердің барлығының бастауы да президент, шешімін шығарушы да президент. Ол халықты петицияға, жаңағы референдумға, сайлауға шақырудың барлығы ол бос уақыт жоғалту. Біздің елде шешімді шығарушы және соңғы нүктені қоюшы ол президент. Президент өзінің таңдауыменен, өзінің қалауыменен заң шығарып, өзінің таңдауыменен, тағайындауыменен вице-президент тағайындап отырған кезде референдум арқылы немесе егов порталы арқылы, петиция арқылы халық еш нәрсе шеше алмайды. Оған дәлел халықтың сөз бостандығын жою, мирный митингтерді провокацияменен халыққа оғату. Жекеме Ырысбала Экранбай дүркіретіп той жасап жатыр, сүйінші бер деп Ырысбала Экранбайдың жендеттері жазып жатыр. Сол кісілерге айтайын дегенім, әрине Ырысбала Экранбай халықтың қалтасынан тонаған ақшаға дүркіретіп той жасайды. Себебі елімізде сондай бір керемет әділдік орнайтын заман келе жатыр. Әрбір халықтың қалтасынан қаражат тонап байығандардың есеп беретін күні жақында. Сондықтан халықтың қалтасынан тонаған дүние мүлікті қайда жүрерін білмейтін шенеуліктер бәйбішесінің артына жазып, ал басқаның артына жаза алмайтындар барынша шашып таратуға кірісіп жатыр. Себебі есеп қысап күні жақын, оны өздері де біліп отыр, және халық та біліп отырмыз. Сондықтан ешкім өлетін жерін білмейді, бірақ есеп қысап беретінін біледі. Себебі ол халықтың мүлкі. Халықтың мүлкі болғандықтан әділ басшы келген күннен бастап барлығы есеп береді. Себебі көрлеріне халықтың қалтасынан ұрлаған дүние мүлікті алып кете алмайды. Сондықтан құрметті қазақ халқы,
халықтың мүлкіне қол сұққандардың барлығы біз парламенттік жүйе құрған күні әділ сот, әділ бақылаушы, әділ басшы келген күні есеп алынады. Мәселе байлықпен өмір кешуде емес, мәселе тыныш ұйқыда. Сондай бір уақыт келе жатыр, қазақ қоғамында әрбір тасқа есеп беретін уақыт келе жатыр. Сондықтан қазіргі таңда енді дүркіреп, тойып, секіріп, халықтың есебіменен күн көргендердің барлығының ұйқысының тыныштығы бұзылды. Оны жасайтын халық бірлікте болып, жан-жағына қарап, дүние мүлкіне есеп сұраған күннен бастап, бұл халықтың қалтасынан тойып секіргендердің барлығының ұйқысының тыныштығы бұзылды. Және есеп беретін күндері алыс емес екенін өздері де сезінеді. Есеп алатын күн жақында. Сондықтан ояныңыздар, бірлікте болыңыздар, және кісінің ақысына кіруден аулақ болыңыздар. Құрметті қазақ жастары. Сегодня 25 января 2026 года. Если это видео выйдет в социальные сети и дойдет до вас, значит, меня уже посадили, и, возможно, меня даже не будет в живых. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, я являюсь индивидуальным адвокатом городской коллегии адвокатов города Шымкента. Поводом моего обращения явилась безысходность того вопиющего обстоятельства, которого на настоящее время происходит в городе Шымкент. Беспредел, который все творится, основой является прокурор города Шымкента Габит Муканов, его заместитель Марат Ержан, прокурор Аль-Фарабийского района Заманбек. Марат Ержан является инициатором моего ареста, возбуждения. Он говорит, что на него продавил именно прокурор города. Я написал жалобу, но после этого, наоборот, это все усилилось. Следователь Ахай Аль-Фарабийского РОВД приехал ко мне домой, мой видео имеется, как он приезжал, и сказал, что на него продавил прокурор Аль-Фарабийского района, и что якобы команда была сверху. В отношении меня было незаконно возбуждено уголовное дело, а также в отношении моего сына, только для того, чтобы моим сыном потом шантажировать меня. Аллах уберег тем, что мой сын на тот момент находился в больнице, где ему сделали операцию в больнице по делам президента в Астане. Я вынужден спрятать был своего старшего сына, у которого 2 детей. И когда дети плачут и спрашивают про своего папу, я даже просто не знаю, что отвечать. В отношении меня возбудили дело, вообще без следствия отправили в суд. В суде мои адвокаты подали все ходатайства, ни одно ходатайство не было удовлетворено. Заявителями по моему делу проходят 2 родных брата, которые утверждают, что я якобы взял у них 120 миллионов тенге и не вернул. Я в 2014 году защищал их родного дядю, который является чиновником на перегонном заводе, возглавляет товарно-транспортное управление Айтбек Аухин, дело которого я вел по покушению на убийство. Я действительно в ходе своей профессиональной деятельности очень многое знаю, и мое знание дает покой, и я так считаю, что это был заказ для того, чтобы меня закрыть и потом уничтожить. В течение 5 лет ходили у меня дома, у меня в офисе, участвовали во всех мероприятиях, где они только не были, и самое главное, они, оказывается, везде вели тайные записи. Оставляли диктофоны у меня в конторе, клиенты доверяли мне свои секреты, они все это записывали. Но когда дали на экспертизу эти записи, они смонтировали его. Нету первоисточников, нету откуда это все взято. Потерпевшие сами признают, что они действительно тайно вели записи, без моего ведома. Люди, которые записывали все время, все и везде, никак не смогли, оказывается, записать факт передачи мне денег. Все ссылается только на эти незаконные записи. Нарушены мои права. Тайна личной жизни по статье Конституции 8. Конституции Республики Казахстан. Нарушено 412 недопустимых доказательств. Мое дело вели 1,5 года тайно, без моего ведома, за моей спиной. Официально я у них действительно брал в долг. Под проценты, так проходило лечение, нужны были деньги, 17 миллионов тенге через Каспий. После этого я им вернул 42 миллиона 600, тоже подтверждаюсь в Каспий. Но они утверждают, что передали мне наличными. Факта передачи нету. Тем более, в некоторых моментах, которые указали в обвинительном акте, я вообще отсутствовал в республике. Есть официальный ответ погранслужбы КНБ Республики Казахстан. Все уголовное дело мое состояло из 2 допросов потерпевших, одной экспертизы, которую сделали
где образцы моего голоса взяли именно с YouTube, с моего интервью. Блогер мне позвонил и сказал, что тут приходили и спрашивали мой голос, где я сам пошел и начал поднимать шум, почему за моей спиной вы ведете следствие. Прерывание сроков 12 раз по несуществующим экспертизам, 4 раза прекращение уголовного дела как ГПО, 3 разных дисках в разных местах изымали другое. Мой крик души никак не связан с тем, что я призываю кого-то. Убедительно прошу направить комиссию из числа добросовестных работников Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, попросить вас, пожалуйста, защитите мою семью от всего этого беспредела.